Баршаңызға қайырлы күн. Бүгін сіздермен бірге дайындалу жолы оп-оңай әрі жылдам уақытта дайын болатын жүлпан самсаларды бірге дайындайтын боламыз. Ең алдымен қамырымызды дайындап алу үшін 450 грамм ұнымызға бөлме температурасындағы 200 грамм сары майды қосып араластырып аламыз. Бөлек ыдысқа 1 шай қасық содамызды уксусқа көпіртіп, 15%-ық қаймақтың үстіне құямыз. Және де 1 жұмыртқаның сарыуызы, содан соң 1 шай қасық тұз араластырып, барлығын біркелкі масса дайындап аламыз. Дайын болған сұйықтығымызды қамырдың ортасын ашып, қамырымыздың бастарын біріктіріп илейміз. Қамырымыз осылай жұмсақ болып шығады. Дайын болған қамырымызды пакетке салып, 20 минутқа холодильникке тынықтырып қоямыз. Қамырымыз дайын болам дегенше самсаның салмасын дайындаймыз. Ең алдымен 400 грамм фаршқа 2 дана жуа қосып, дәміне қарай тұз бұрышын салып араластырамыз. Дайын болған қамырымызды өзімізге ыңғайлы етіп екіге бөліп аламыз. Видеода көріп тұрғандарыңыздай домалақтап аламыз.